Кейбіреулер руларды санау жазбасына тиісті ден қоймайды. Себебі оның атауы қызықсыздау естіледі. Бұл өкінішті. Жазбаның еврейше атауы Бамидбар, ол елсіз далада дегенді білдіреді. Осы жазба Израиль халқының Ибраимға уәде етілген жерге бару жолында елсіз даланы кезіп өткен ұзақ сапары туралы журнал іспетті. Негізінде бұл жолды төтесіне жаяу жүріп өтсе, бірнеше апта ғана керек болар еді. Бірақ оның орнына халық шамамен 40 жыл бойы иен даланы айналып жүрді. Бұл таңғаларлық. 40 жыл адам өмірінің жартысы ғой. Иә, ол қызықты оқиғасы көп, ұзақ көшіп қону сапары болды. Енді мынаны ескерейік. Жазбаны талдаудың ең пайдалы әдісі мынау. Алдымен оның қалай құрылғанын талқылаумен бастау. Иә, солай. Жазба 5 бөлімнен тұрады. Онда далада орын алған 3 оқиға бейнеленген. Халық дала кезген бұл 3 кезеңді 2 жол жүру сапары өзара байланыстырады. Бірінші елсіз дала кезеңі Синай тауының беткейінде өтті. Ол картадағы дәл мына жерде. Ал екінші бөлімде халықтың Паран даласына қарай сапарға шыққаны туралы айтылған. Елсіз Паран даласында көп оқиға орын алды. Содан кейінгі мына 4-ші бөлімде Израильдің Муаб еліне барған сапары баяндалған. Жазбаның соңында Муаб даласы жайлы үлкен бөлім берілген. Бұл жер Иордан өзенінің шығыс жағасында уәделі елге қарама-қарсы жақта орналасқан. Осы 5 бөлімдегі оқиғалар тізбегі әсерлі драмалық фильм сияқты өтеді. Сапар өте жақсы басталды, бірақ кейін халық сұмдық күнә жасады. Сапардың соңында улы жыландар бүлік шығарған көп адамды шағып өлтіргенде, жаратқан ие күтпеген жерден рахым көрсетіп, халықты құтқарды. Енді әңгіменің өзіне көшейік. Бәрі Синай тауының айналасындағы елсіз даладан басталды. Бізде бұл таумен жақсы таныс болдық. Иә, мынау есіңде бар шығар. Израиль халқы Мысырдан көшіп шығып, сол тауға жеткеннен кейін жаратқан ие халықпен келісім жасап, оларға 10 өсиет тапсырды. Олар осы таудың беткейіндегі қоныста 1 жыл бойы тұрақтап, киелі шатыр құрды. Сосын халық кетуге дайындалып жатқанда руларды санақтан өткізді. Иә, жаратқан ие Мұса пайғамбарға қоныстағы барлық халықты қалай орналастыру керектігі туралы нұсқаулар берді. Құдайдың жер бетіндегі тұрағы киелі шатыр қоныстың дәл ортасында орналасуы қажет еді. Оның айналасында діни қызметкерлер мен өзге леуліктер, ал олардың айналасында басқа рулар қоныстанды. Бұл үлгі мына жайттың сыртқы белгісі болды. Израильдің халық ретіндегі өмірдің дәл ортасында Құдайдың киелігі болуы керек еді. Жаратқан ие оларға тағы мына нұсқауды да берді. Оның салтанатты ұлығын білдіретін бұлт жылжи бастағанда, халық жиналып, бұлттың соңынан еріп жол жүруге тиіс болатын. Леуліктер көштің алдында келісім сандығын көтеріп жүрді. Оларға Яхуда және басқа рулар рет-ретмен ілесіп жүрді. Сонымен қатар бұл үлгі халық иен даланы кезіп бар жатқанда, киелі Құдайдың олардың иесі әрі жетекшісі екендігінің сыртқы белгісі болды. Жазбаның 2-ші бөлімінің басында халық Синай тауынан Паранға қарай зор ынта жігермен сапарға шықты. Жаратқан ие олармен бірге болды. Бәрі жақсы ұйымдастырылған еді. Бұл керемет сапар болады. Бірақ шын мәнінде солай болмады. Небәрі 3 күн жол жүргеннен кейін халық қарны ашып, шөлдегендіктен шағымдана берді. Тіпті Мұсаның ағасы мен әпкесі оны бүкіл халықтың көзінше айыптай бастады. Бұл керемет бастама болмады. Осымен біз 3-ші бөлімге Паран даласына жеттік. Сол жерден олар уәделі елді барлауға 12 барлаушы жіберді. Сол барлаушылар қонысқа қайтып келгенде, олардың екеуі болашаққа зор үмітпен қарады. Бірақ топтың қалған 10 адамын үрей билеген еді. Олар Құдайға сенім артпай, қоныс арасында халық сол жерде жойылады деген теріс ойларын таратты. Сөйтіп халық бүлік шығарып, өз арасынан Мысырға қайта оралуға бастайтын жаңа басшы тағайындауға ұмтылды. Негізінде олар уәделі елге барудан бас тартты. Сондықтан Құдай олардың таңдауына жол берді. Ол халыққа бұл буынның 40 жыл бойы айдалада қаңғып жүріп, ақыры өлетінін, және тек олардың балалары ғана уәделі елге кіретіні жөнінде алдын ала айтты. Киелі кітап жазбаларының бірнеше туындыгері осы оқиғаға көп рет меңзеген. Иә, бұл мына жайтты еске салады. Құдай өз халқына берген уәделеріне әрдайым адал болып қала береді. Әйтсе де ол адамдардың таңдауына сай әрекет етеді. Егер адамдар Құдайға мойынсұнбай өмір сүруді таңдаса, онда ол олардың бүкіл өмірінің босқа өтуіне жол береді. Демек, халықтың сапары сол кезге дейін мүлдем сәтсіз болып келді. Ал жазбаның 4-ші бөлімінде халық Муабқа бара жатқанда жағдайдың одан да нашарлай түскені туралы айтылады. Тіпті Мұса пайғамбар бір рет жаратқан иеге толық мойынсұнбағандықтан уәделі елге кіру мүмкіндігінен айырылды. Содан кейін халық тағы да бас көтергенде, олардың көбін улы жыландар шағып өлтірді. Осы көтерілістері нағыз масқара болды. Жаратқан ие оларды барлық мұқтаждықтармен қамтамасыз етіп келген еді ғой.
ол халықты бірнеше рет кешірген еді. Әрі халыққа тамақ пен су және манна деп аталатын ерекше тағам беріп келді. Айтпақшы, бұл қандай тағам болды? Мен нақты білмеймін. Бірақ мұның бәріне қарамастан халық Мысырдағы құлдықта өлген болсақ жақсы болар еді деп шағымданды. Егер мен Құдай болсам, олардан үмітімді үзер едім. Солай ойлағаның түсінікті. Бірақ бұл жайттың себебінен соңғы бөлімдегі мына оқиға бізді айрықша таңғалдырады. Исраил Моаб елінің шекарасына жеткен кезде, Моаб патшасы бұл үлкен көштің өзінің жер арқылы сапарлап жүргені жайлы хабар алғанда шошып кетті. Содан ол Балағам атты сиқыршыны шақырып, оған Исраил халқын қарғауды тапсырды. Бұл патша өз ойларын қалайда іске асырмақ? Иә, солай. Балағам, жарайды, мен жаратқан иеге сыйынам, сосын не болатынын көрейік деп патшаға хабар жіберіп жолға шықты. Сөйтіп ол 3 рет халықты қарғауға ұмтылды. Бірақ әр жолы тек оң бата ғана бере алды. Балағамның соңғы батасы айрықша қайран қалдырады. Себебі ол Исраилден жеңімпаз патша шығатын жөнінде алдын ала айтты. Бұл уәде жаратқан иенің Ибраимға оның әулеті арқылы бар ұлттарды жарылқайтыны туралы уәдесімен байланысты. Демек, Исраил халқы қоныста күнә жасауға бейім болса да, төбе басында жаратқан ие оларды қорғап, тіпті оң батасын бергізді, ал олар соны мүлдем білмеді. Сонымен жазба халықтың Моаб даласында қоныстанғаны жайлы баяндамамен аяқталды. Исраил уәделі елге баруға дайындалып жатты. Олар жазбаның басында істегені сияқты халықтың руларын қайтадан санақтан өткізді. Халықтың жасы үлкен буыны, соның ішінде Мұса пайғамбар да сол жерде дүниеден озды. Бірақ содан бұрын пайғамбар оларға өзінің соңғы ескертулері мен парасатты өсиеттерін берген еді. Мұсаның бұл сөздері осыдан кейінгі заңды қайталау жазбасында сақталған.